Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, біз бағдарламамызда бастаймыз. Біздің студияның бүгінгі қадірлі мейманы белгілі журналист, блогер, ақпарат саласының үздігі Өркен Кенжебек мырза. Өркен, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір. Өркен, осы жаңа медиа десе еске түсетін азаматтардың бірі қазір сіз. Осы кейінгі жылдары осы әлеуметтік желі болсын, жалпы осы жаңа медиа дейікші, интернет болсын, түрлі ақпараттық порталдар болсын, жақсы бір қарыштап қарқындап дамып келе жатыр. Осы жаңа медиа түбінде дәстүрлі медианы алмастыра ала ма? Алмастыра алмайды деп ойлаймын. Өйткені ең біріншіден дәстүрлі емес медианы өзі, блог деген барлығы өз қоғамдағы бір формалдылықтың ауысуы, яғни қазір жалпы әлемде бүкіл дәстүрлі емес дүниеге бір сән болып жатыр да, мысалы дәстүрлі емес ағым, дәстүрлі емес ем, тибеттік деген сияқты, дәстүрлі емес сурет, мысалы селфидің өзі дәстүрлі фотоға жатпайды, онда композиция жоқ, горизонт қисық, Фибоначчи теорема сақталмайды деген сияқты. Сол сияқты дәстүрлі емес медиа, яғни бұның бәрі бір жағынан уақытша сән сияқты, бір адамзаттың осы бір уақытта, белгілі бір уақытта ермегі. Және де ол қашаңынан қалыптасқан газет болсын, телевидение болсын, радио болсын, ол өлмейді, ал жаңа медиа соның бір тек әсерін күшейтуші да. Және бір зерттеулер айтқандай, яғни әлеуметтік желінің қазіргі оқырмандары, көрермендер, тыңдармандары, олар көбіне сол дәстүрлі медианы қарай бермейді да. Бірақ оның өзі бір уақытша, өйткені әлеуметтік желідегі қолданушылардың қазір орташа жасы Қазақстанда 18-25 аралығында болса, олар сол аралықтан өткеннен кейін айталық бір егде жасқа жеткенде 30-40-тан келгенде бәрібір дәстүрлі медиа қайта келетін сияқты да, бәрібір газет оқып қайтадан радио тыңдап дегендей. Өйткені ол бәрібір газеттің иісін иіскеп, радионы қойып соқтан жаңалық тыңдап деген сияқты бір адами, бір қалай айтсақ, бір дағдыға жақынырақ сияқты ма. Өйткені күні түні смартфон бетіп, бетін түрткілеп, сипалап, лайк санап, кішкентай экранға үнділген, ол бір жастық, бір дәуренге бір 20 жылдық, 18 пен 25-дің арасында отырмыз ғой. Жарайды, бір 30-ға дейін, 35-ке дейін аралықты ғана қамтитын сияқты. Одан кейін адамға бәрібір енді жастың келуімен дәстүрлі медиаға өзі, дәстүрлі деген атына сай, соған қайтатын сияқты. Уақытша бір даму, уақытша бір иллюзия дейсіз ғой қазіргі демек. Меніңше солай. Осы біз енді айтып жатырмыз ғой, әлеуметтік желілер, осы жаңа медиа қатты дамып жатыр деп. Осы ақпараттың, интернеттің қатты дамуымен кез келген адам, ол сіз, мен, біздің операторлар, режиссерлар, қолында телефоны бар, интернеті бар кез келген адам ақпарат таратушы құқығына ие болып кетті. Бұрын олай емес еді. Бұрын жалпы халық ақпаратты тұтынатын, қазір керісінше таратушы болып кетті. Бұдан біздің қоғамға, Қазақстанға қандай пайда немесе зияндар бар? Пайдасынан көрі әзірге зиянын көріп жатырмыз, өйткені бірақ бұның бәрі балалық ауру, орысша айтқанда. Әрбір адамның қолында смартфон болып, әрқайсысы әр жақтан жаңалық таратып, бейне салғаннан біз ұтамыз, өйткені сол арқылы шыны керек азаматтық қоғам дамиды. Яғни қандай да бір кемшілік болса, мысалы осы Алматы қаласының өзінде Инстаграмнан Алматы әкімдігінің аккаунтын ашты. Сол арқылы көшеден бір жолдың кемістігін көрсеңіз, ойықты көрсеңіз, үсті люк жоқ деген сияқты, бірден түсіріп алыңыз да аккаунтқа жолдаңыз, ертеңінде мысалы жөндеп жатыр деген сияқты. Яғни әрбір адамның осы қоғамды түзеуші бір тұлға демей қойықшы, бір сондай бір маңызды адамға айналуына мүмкіндік беріп жатыр да. Сен кемшілікті көрдің ба? Өз қолында мүмкіндігін пайдаландың, суретке түсірдің, тиісті адресатқа жібердің, болды. Сенің міндетін орындалды деген сияқты. Яғни азаматтық қоғам даму өзі шетелде болсын, біз тамсанатын азаматтық қоғамның өз моделі осы. Яғни әрбір адам бүкіл биліктің ісіне араласып, оларға нұсқайды, билік солардың былайша айтқанда бүкіл қалауын орындайды. Ал зиян жағы әзірге біз жаңағы біреудің мас болған, бір танымал жұлдыздың мас болған түсіріп алып, оны жасырын түсіріп алып, ютубқа салып дегендей, болмаса білмедім ғой, қыздар төбелес деген сияқты. Осы бір секілді келеңсіз жағдайларды салып, соларды қызықтаумен ғана рахатын көріп жатқан сияқты. Мысалы кезінде қазақ
керісінше жаңағы тентегін тәрбиелеп деген сияқты жамандық жағдайлар да мүмкін болған шығар, бірақ көбіне жасыратын да. Өйткені жаңағы Вертер синдромы деген бар психологияда, жаңағы басқа да бір жағдайлар бар. Қандай да бір жаманшылықты, жаманатты көрсеткен сайын сондай оқиғалар қайталанады да. Мысалы, Тараздағы әлгі өзін өзі өртеу оқиғасынан кейін ондай оқиға Қазақстан 14 жерінде қайталаныпты да. Бірден. Немесе өткендегі тағы да сол енді баланы жаңа тастау, қоқысқа тастау болсын, нәжіске тастаудан келсін, ол оқиға 6 жерде қайталанды, мен білуімше, кем 6 жерде. Бұл баяғыдан қалыптасқан заңдылық, яғни бір жаманаттың бір ұшын шығардың ба, көрсеттің ба, жарнамаладың ба, енді қандай ниетпен болсын, ол эфирге шықса болды, ол жарнама деп есептелінеді. Сен жанын ашып тұр ма, әдейі көрсетіп тұрсың ба? Одан кейін міндетті түрде адамдардың санасында осыны істеуге болады екен деген кейбір әлсіз адамдардың түйсігіне сондай есептейміз. Мысалы, Тараздағы өткендегі жағдайлардан кейін, әлгі нәрестелерді жолға тастағаннан кейін, Астана қаласының іргесіндегі Қоянды ауылында мысалы мынандай жағдай болды. Бір қыз өзінің үйіне жаңағы қораппен бала алып келеді. Мына баланы мен тауып алдым, қоқысқа тастап кетті. Қимадым, үйге алып келдім деп. Кейін анықтаған кезде ол өзінің баласы болып шықты да. Ол өзі туған, қоқысқа тастайын деген кезде жүрегі бармаған. Сонымен біреудің баласы деп өзінің үйіне әкеліп тұрды әке-шешесіне. Яғни бұл енді жаңа 6 оқиғаның бірі мысалы. Яғни біз мақсатты болсын, мақсатсыз болсын, осындай әрекеттердің сериясына жол ашып жатырмыз. Жаңағы қыздар төбелесі болсын, әлеуметтік желіде ғана прикол болсын, өткендегі әлгі қыздардың арақ ішкізіп отырған, әрине ол жерде жай сарыағаштың суы дегенмен оны өзі де әзілдеп тұр, бірақ әзілдің астында ол арғы маңызын түсінбей тұр да. Өйткені біз шошып жүрген жағдайлар көбіне біз шошымай жатқан жағдайлардан пайда болады да. Біз мысалы нәрестенің тастауына шошимыз, бірақ оның алдында мысалы қыз бен жігіттің паркте айталық аймаласып отырғанына, болмаса тағы басқа оған шошымаймыз да. Ал оның бәрі сол себебінен шығып жатыр еді ғой. Сондықтан бұл әлеуметтік желінің осы қасиетінен тыйылмайынша, яғни негатив ақпаратты мейлінше таратпау, ләжі болса аса бір сақтықпен өте бір бейнесін тұмшалап па, сол жағын азайтпасақ, әйтпесе біз қазір күніге Инстаграмға немесе ютубқа шыққан видеоларды талқылаумен бүкіл күніміз өтіп жатыр да. Қазір Рунетті қарасаңыз, енді Рунет дегенде орыс тілді қазнетті қарасаңыз, бүкіл билік дейікші, солардың қолында. Айтайын деген орыс тілдер өздерінің сферасында істерін жасап жатыр, ал қазақтың ең білімді жаңағы мысалы мен секілді жарайды блогерлердің бәрі сол видеоға шыққан түрлі видеолар талқылап жүрміз да. Не болып кетті деген сияқты. Мәселенің бір түпкі себебі емес, салдарын ғана талқылап жүрген жайымыз бар дейсіз ғой. Осы негатив демекші. Осы негативті бір ақпараттар бар ғой, жаңа өзіңіз айтып отырған, жаңа қоқысқа бала тастау екен, не болмаса біреуді сынау екен, бір оңдырмай деген сияқты. Осындай ғана посттарды көбірек жазу арқылы тезірек танымал болуға болады деген бір түсінік бар сияқты. Осы әлеуметтік желіні қолданушылардың арасында. Осы қаншалықты рас? Және осы бойынша тұтынушылар интернетті, әлеуметтік желіні қаншалықты жұмыс істейді осы пікір бойынша? Бұл енді жабайы пікірі ғой, өздері ойлап шығарған. Өйткені қандай да бір негатив дейікші, негатив болғанда қалай? Мысалы, бір танымал адам сонынан ғайбат айту, болмаса бір қалыптасқан жүйеге қарсы, мысалы, заңдық билік болсын, мемлекеттің құрылымына қарсы бір сын айту, болмаса бір бүйректен сирақ шығарып, білмедім ғой, бір жаманатты насихаттау, мысалы, бізде неге осы либерал қоғам болмасқа, неге бізде осы бір жыныстылар некесін қолданбасқа деген сияқты. Өзді біліп тұрын, өзді мүмкін жан дүниесі қарсы шығар. Бірақ әдейі қоғамға кереғар пікір айту арқылы, өзінің тұлғасына назар аударту арқылы сөйтіп танымалдылыққа бір төте жол тапқысы келетін сияқты. Бірақ өзі бір жақсы сөз бар, бүкіл ережені бұзу үшін ережені өзін білу керек дейді да. Бізде көбіне ережені бұзады, сол ережені өздері білмейді да. Ал шын мықтылар, осы жалпы кинода болсын, жалпы әлемдік мәдениетте болсын, алдымен бүкіл классикалық мәдениеттің, этиканың, эстетиканың деген сияқты бүкіл ережені білуің керек та сен, заңды. Содан кейін барып егер шынымен де танымалдылықты, басқаны атақты, даңқты қаласаң, сол ережені бұзасың да мысалы. А бізде не біліміміз жоқ, не ешқандай
қандай да бір танымның көкжиегі жоқ. Біз онды солды бұзып жатырмыз да ережені. Яғни халықтың санасын сол арқылы қандай да бір этикалық нормаларды, діни шектеулер дейміз ба, өзіміз не істеп жатқанымыз, не білдіріп жатқанымызды біліп жатқан жоқпыз да, былайша айтқанда қолында гранатасы бар маймыл сияқтымыз. Шыны керек. Жаңағы белгілі қалыптасқан қағидаларды бұзып жатырмыз дедіңіз ғой. Жаңа әлеуметтік желілердің келуімен әрбір адам бір ақпаратты таратушыға айналды дедік. Сұрайын дегенім, егер интернетті тұтынушы, әлеуметтік желіні тұтынушы бір жалған ақпараттар тарататын болса, оны заң алдында қандай жауапкершіліктер күтіп тұр? Өйткені бәріміз білеміз, менің құқығым біткен жерден ол келесі адамның құқығы басталады ғой, оны бұзуға болмайды. Бұл бойынша қазір заң өте қатал, Қазақстандағы заңды өте қатал заңдардың біріне жатқызуға болады, білмедім. Өйткені бізде кейде қызық жайлар болып жатады ғой, тауық ұрлағанға бір 2 жыл берді деген сияқты, одан гөрі басқа бір адамды қаққанға мысалы аз мерзім берді деген сияқты. Бізде мысалы осы былтыр ғана жаңағы Рудныйдағы ВКонтактедегі бір қауымдастықтың администраторы мысалы Қазақстан Ресейге қосылу керек па, керек емес па деген бір опрос дейміз ғой, сауалнама жүргізген үшін қанша 2 жылға ма сотталды, бас бостандығынан айырылды. Былай қарасаң ол жай ғана сауалнама, ол өзінің пікірі емес. Ол жерде халықтар пікірін білдірді, қосылу керек, қосылмау керек деген сияқты. Бірақ ол сепаратизм бабына жатып кетті да. Кейін ол сауалнаманы өшірді, кешірім сұрады. Бірақ сонда да заң ол жерде қатал болды, 2 жылдай бас бостандығынан айырылды. Өткендегі Татьяна Шевцова ісі болсын, өткендегі жаңағы қандай да бір кітапты репост жасаған авторлардың ісі болсын, қазір кешірім сұрап жатыр мысалы. Мәмет Әлинді айтамын. Яғни бұл жағынан бізде заң өте қатал. Сондықтан да мысалы телефонный терроризмнен басталды. Одан бері жаңағы банктер жаңағы девальвация жасайды, бір-біріне SMS таратқанда, жаңағы Шардарадан бет балаларды құрбандыққа шалып жатыр, құрбан айт кезінде деп бір-біріне WhatsApp-пен рассылка жасағандардың барлығын сол кезде негізді тиісті жазасын алды. Содан кейін Қазнет бұл жағынан қазір сақ деп айтуға болады. Бізде содан кейін Жұлдыз Әбділда әпкеміз айтпақшы, адрессіз сын орын алды да. Яғни бірден сынап тұр, бірақ адрес жоқ. Белгілі бір тұлғаны атын айтпайды, бірақ соны бір топшылап өзің білесің кімді айтып тұрғанын, бірақ соны айтып тұр. Сондықтан қазіргі Қазнеттің бір енді троллдары, енді мазақтаушы, сынаушылары осындай бір әдіске көшті деп айтуға болады, адрессіз сынға. Осы ақпараттық соғыс деген бір түсінік бар, өзіміз білмеген, бір тексермеген жайттарға әлеуметтік желідегі бір кейбір посттар арқылы, жарияланымдар арқылы иланып қалмау үшін қарапайым интернет тұтынушысы бір нені білу керек? Бұл жерде факт-чекинг деген ұғым бар, яғни фактын тексеру деген. Бұл енді көбіне ақпараттық порталдардың, сол ақпаратты халыққа ұсынып отырған адамдардың жауапкершілігінде да, өйткені бүкіл оқырманда ол ақпаратты тексеріп отыратындай, ол анау Қазтаг қайда сілтеді, Қазтаг ол ақпаратты Блумбергтен алды ма, жоқ, қайдан алды, оның уақытта жоқ, оның керек те емес. Сондықтан да бұл жерде жауапкершілік бізде, журналистерде. Ал журналистер өкінішке қарай бір айтушым, бізде қазір журналистің орташа өмір жасы 10 жыл деп та. Өйткені журналистер оқу бітіреді 18-19 жасында. Аға буын кетіп қалған, мектеп жоқ. Келеді, қателеседі, қате сөз жазады, шатасады, сөйтіп пісіп толды дегенде бір айталық 32-30 жасқа келгенде танымал болып кішкене эфирден шыққан кезде, ат шыққан кезде ол бала шағасы пайда болады, семьясын асырау болады да, баспасөз қызметіне немесе бизнеске, пиарға, коммуникация саласына кетіп қалады да. Яғни біздегі былайша айтқанда жақсы журналистің орташа өмір жасы бізде журналистік өмір жасы, әрине. 10-12 жаста, 12 жыл. Сондықтан да бізде орысша айтқанда текучка, яғни нашарлар қалып қалады да, жақсылар басқа салаларға кетіп қалады. Бұрын бізде аға буын болатын, одан кейін кіші буын болатын, бірін-бірін тәрбиелейтін жастар, үлкендерге әсер ететін, үлкендер жастарға өзінің білім беретін деген сияқты. Бізде осы болмағандықтан журналистерде ақ-қараны ажырататын, қандай да бір өзінің сөзіне жауап беретін, ісімен қабыстырылатын қабілеттерден өкінішке қарай кішкене жұрдай болып бара жатыр да. Сондықтан да қарасаңыз қазір кейбір сайттарды қарасаңыз, журналисі айталық 20-дағы журналист болуы мүмкін, оны басқарып отырған бас редакторы 18-де болуы мүмкін да.
яғни журналистіне, бас редакторіне, жауапты хатшысына ол жерде түгел бірдей сауатсыз болуы мүмкін да. Мүмкін емес, жалпы сондай жағдайларда кездесіп жатыр. Сондықтан да олар өздерінің айтып жатқан сөзіне жауап бермейді. Тіпті жауап берсе де өзінің қаншалықты қателесіп тұрғанын білмейді. Ең қиын сол да, ең қорқыныштысы сол. Бұл жерде қайтадан білімнің негіздерін енгізу керек. Қайтадан журналистке талаптарды күшейту керек. Сен сөздің қадірін түсін, сен ақпараттың қадірін түсін. Және бұл жерде осы қанша жылдан бері біздің Қазақстан журналистер одағы, бас редактор клубы журналистік этика, журналистік кодексті әлі қабылдай алмай келе жатыр. Егер осындай бір мүмкін құжат қабылданса, мүмкін сол кодексті қабылдаған журналистер қол қойып деген сияқты ма, бір элиталық болу керек сияқты да. Мысалы, элита міне, жоғары білім бар, қандай да бір білімдерден хабар бар адам, міне, сол журналист. Егер сол сияқты болғың келсе, басқалар талпынсын деген сияқты. Сендер кіре алмайсыңдар, сендер премьер-лига деген сияқты. Кіре алмайсыңдар, сендер комсомолға кіргізбейміз деген сияқты. Сол кезде мүмкін нашар журналистерде, жалпы журналист боламын деген адамдарда түйсік болатын сияқты. Бұл өте құрметті мамандық, ойбай, бұған түспей қойып басқасын. Оған 10 адам бір түссін, 100 адам бір түссін деген сияқты. Сөйтіп қолдан журналистің былайша айтқанда қадірін көтеру керек сияқты. Қазірде жаман емес. Бірақ былай атақ шығару жағынан ғой. Жоқ, олай емес. Өте сөздің ұстасы, даналық иесі деген сияқты, хикмет иесі деген сияқты. Қолдан бір 5-6 адамның образын жасасақ, мүмкін соларға ұмтылып, басқалары сөздің қадірін түсінеді деп ойлаймын. Сол кезде ғана бұл жойылады деп ойлаймын. Ал жаңағы ақпаратты тексермеу мәселесін сұрағым келіп отыр да, осы ненің салдары? Сіздің әлеуметтік желіні тұтынушылардың, біздің енді кәдімгі отандастарымыз ғой барлығы. Бір жете түпкі бір дерек көзін тексермей қабылдай салу, жұта салуы осы қайдан шығып жатыр? 3 себебі бар деп ойлаймын. Бірінші себеп бізді жалпы білімі деңгейдің төмендеуі. Мысалы, жаңағы діни ағымдарды сипаттағанда болсын, саяси ағымдарды сипаттағанда болсын, оппозицияның рөліне, үкіметтің рөліне, мысалы, жалпы базовый дейміз ғой, айтқанда білімнің төмендеуі, ол мектептегі кездерден бастап. Одан кейін екіншісі, бізде қазір жаңа жас журналистердің бәрі ақпаратты айталық сол 80-90% сол интернеттен алады да. Ал интернеттің 80-90% ол көбінесе сол жалған ақпараттар, тексерілмеген ақпараттар. Мысалы, Британияда оқып жатқан студенттеріміздің өзі айтады, оларда академиялық жұмыс жасаған кезде BBC-ге тұрмақ, Википедияға сілтеме жасауға болмайды, өйткені олар тексерілмеген мәлімет қорын жатады да. BBC, Википедия. Біз ол тұрмақ мүлдем күмәнді сайттардан, мәліметтерден қора аламыз да, оны тағы тексереміз. Үшіншісі, қазір блогерлер мен журналистердің арасында бір кішкене текетірес бар. Өйткені блогерлер, бұл енді еркін ойлы азаматтар, журналистер емес. Олар журналистерді жаңағы мен айтқандай сауатсыз санайды да, түрлі уткалар ұйымдастырады. Уткалар деген, мысалы, былтыр біреуін айта кетейін. Былтыр 1 сәуір шамасында Голливуд Мұхтар Мағауиннің Шахан-шер повесінің негізінде Жолбарыс адам деген кино түсіреді, басты рөлде Чо Юн-фат ойнайды деп хабар жіберді. Бір күн ішінде бүкіл енді балалар журналынан бастап, осы Қазақстанда халықаралық газеттерге дейін, сайттарға дейін бәрі басып шықты. Алақай, жаңа сауын сұрап, ойбай, сүйінші Голливуд кино түсіріп жатыр. Ертеңіне оны жазған жаңа тролль Рафаэлло деген жігіт, Рафаэлло деген өзінің аты, аккаунты, айтты да бұл жай ғана өтірік. Өйткені соны хабарлаған Hollywood Reporter Agency деген сияқты мысалы бір блог, ондай блог жоқ. Сендер просто жай ғана Google-дан теріңдерші оны. Неге жай ғана Google-дан термейсің ана сайтты, хабарлап отырған сайтты? Ондай жоқ, мүлдем ондай. А бізде кейбір газет болған, сол өтіріктің үстіне өтірік қосып, бір халықаралық газет, қазақ тілді. Біз әлгі Hollywood Reporter Agency-ге хабарластық, сол жерде ол жаңағы порталдың қызметкері, мысалы, Кларк Гейбл деген сияқты бізге растады деп. Ол ондай адам тұрмақ, ол сайт жоқ та. Яғни өтіріктің үстіне бізде өтірік жағылып жатырмыз да. Әлеуметтік желілерде болсын, сайттарда болсын, біздегі бір пікір алмасу мәдениеті тым төмен болып жатады. Бір мақала жазылса, оның бір контентін, ойын, бір түйін сөздерін талдап, оған бір жаңағы интеллектуалды пікір сайыс ұйымдастырудан оны бөлек жинап қоя тұрып, ол соны жазған автордың жеке басын қаралап, болмаса сол жерде жазылған адамның бір мысал ретінде пайдаланған адамды бір қаралап, соның жеке басына қатысты неше түрлі ауыр сөздер айтылып кетіп жатады. Осы мұны қалай реттей аламыз? Мұның бір жолдары бар ма? Болмаса бұған кім жауапты? Осы бір Нұрлан Ерімбетов деген саясаттанушы бар, сол кісі айтып еді кезінде
мемлекеттік органдар бәрі блогтар ашып бастады ғой. Осы әрбір министрдің блогы бар деген кезде олар бір күтті де халық бізге қазір мәселесін де конструктив түрде осылай көрсетіп жазады деп. Жоқ, олай болмады. Бәрі арыз шағымға толып кетті, домалақ арызға. Анау жаман, мен бүйтті үстінен істеп жатыр деген сияқты. Сол кезде Нұрлан Ерімбетов айтқан, біз халықты бойындағы баяғы кеңес кезеңінен қалған сатқындық, домалақ арыз жазу, жағымпаздық деген сияқты дерттерден айықтырған жоқпыз да. Бірден 5-6 баспалдақты тастап, блог ашып бердік дейді. Керісінше оны қоздыратын орын ашып бердік дейді. Сол секілді бұның бәрі бағанағы айтқандай балалық ауруы. Яғни біз әлгі неден өткен жоқпыз, емделу курсынан. Осы интернеттегі бір 200-лік туралы не айтар едіңіз? Мен бір кісілерді танимын, мысалы мемлекеттік арнада істеуі мүмкін, болмаса мемлекеттік басылымда деген сияқты. Сол азаматтар әлеуметтік желіде бар, кейбір, бірақ әрбір посттың астында, мысалы, ол жарайды, үйде қант таусылып қалды деп жазуы мүмкін. Білмедім ғой енді, ұйқым келмей жатыр жігіттер, бүгін не әңгіме бар деп жазуы мүмкін, жай пост еріккен. Бірақ соның әрбір астарында мен ана жақта амал жоқ жүрмін мемлекетте. Бала шағамның қамышын, басқа жұмыс қайдан тауып бересіңдер. Бірақ жан дүнием сендермен бірге негізі деп. Сондай публикаға жағынып тұрады да. Ол адамның өзіне басқаларға білдіртпеймін деп ойлайды негізі. Бірақ негізі біліп тұрасың да. Оны өзі білмейді, сен біліп тұрғаныңды. Бұл ақыр соңында ол адамның бойында психологияда ауру бар, диссоциативное расстройство деген. Яғни адам ішінде бір емес, 2, тіпті 3 адам өмір сүріп жатады да. Өзі жан дүниесі әлеуметтік желіде басқа, мағауинның жармағы дейсіз. Иә, мағауинның жармағы. Және бұған басты себеп, мен ойымша, өзінің өмірлік принциптерін дұрыс құрылмау, яғни. Дұрыс түзбеу, басқаша себебі жоқ. Әңгімеміздің басында айтылған дәстүрлі медиа тақырыбын сәл жалғайықшы. Сіз журналистсіз. Осы бізде жаңа әңгіме барысында да айтылды, журналистердің жалпы деңгейіне байланысты көп сын айтылады. Осы сыни пікірлер негізінен бір не себептерден айтылып жатыр? Түп төркіні неден осы сындардың жиі айтылып кетуінің? Мақсат Тәжімұрат деген журналистің, енді ол дәстүрлі медианың журналистін жатады, енді жақсы журналист елді аралайды, жаман журналист интернет жағалайды деген сөзі бар. Және де сол Мақсат Тәжімұраттың тағы бір күшті мысал береді. Бізде қазақта қандай да, мысалы, мына құлағымды шұқырып болса, былай шұқымайды. Қазақтар былай шұқылайды дейді, қазақтың журналисті жаңағы. Оны айтпақ себебі, бұл енді ескі журналистиканың кемшілігі болатын, мысалы. Алыстан орағытып айту, мысалы, алты қырдан айдап әкеп, мәселені төтесінен қоймай. Бізде қазір сол кемшілікке жоламаймыз деп жаңағы. Көркем сөз керек емес, бірден төтесінен қойыру, басын шауып тастады, ойбай балтылап тастады деген сияқты. Бірден тақырыптың өзі солай шулап тұрып, анау кемшілікті қайталамаймыз деп, одан зор кемшіліктерді қайталап алдық та, яғни көркемдік құнар болмау, сөздің мәйегі болмауы, тек қатқан интернеттік калкалар, орыс тіліне аударылған шаблон сөздер. Одан кейін мынадай ғой, өткенде бір қызық сұрақ болды. Бізде ақпараттық басылымдар жаңалық туғызып жатыр ма, әлде әлеуметтік желілер жаңалық туғызып жатыр ма? Негізі бұрын керісінше болатын, мысалы, газетте мақала шығатында, оны бәрі талқылайтын, мысалы, әлеуметтік желіге келетін жайлап, мақала шығады, оны сайтқа басады, сайттан, мынандай шығыпты деп. Ал қазір әлеуметтік желі жаңалық туғызып жатыр да, жаңағы шыққан бейне деген сияқты біреу шыбапты, оны дардай газеттер кеп жазады. Ойбай, пәленше деген әнші шыбап, ана бір қонақ үй қызметкерін балағаттапты деген сияқты. Әлеуметтік желіден былайша айтқан кезде анау Инстаграмнан, Ютубтан шыққан, жай ғана сапасы нашар бейнеден шыққан, оны үрлеп халықаралық газеттер, мысалы, қазақша, орысшасы болсын, мақала қылып шығарады деген. 5-6 сөз қосып, оған жай әншінің өмірбаян қосып, оған ол үшін гонорар алып жатыр, сурет, былай әдемі. Бұл газетке деген, жалпы телевидениеға деген, радиоға деген бүкіл құрметті түсіреді да. Өйткені сен көріп отырсың әлеуметтік желіде. Қайдан келген ол ақпараттың? Қандай төменнен келген да? Оны жоғарыға шығаратын журналистер да. Бұл жерде баяғыдағыдай журналистік репортаждардың аздығы, енді айтылып жүр ғой, фельетон жанрының өлуі, памфлеттердің өлуі,
оған енді түрлі ішкі цензураны бізде өзіміздің ішімізде күшею шығар, білмедім. Бұны реттеу үшін не істеу керек енді? Бір шешу жолы да бар шығар бұның енді. Осы журналистердің сауаттылығын арттырудың, газет, журнал, телевидениенің бір беделін көтерудің бір тетіктері бар шығар. Ол біз кейде бір міндетті түрде осыны мемлекет реттеп беру керек, үкімет қайда қарап жатыр деп айта береміз, бірақ ол олай емес қой. Ол барлығына бір мемлекет кінәлі емес қой. Журналистердің, сіздің, менің сапамыздың әлсіреп кеткеніне мемлекетті кінәлай салуға болмайды ғой. Мысалы кезінде Кеңес одағы кезінде Жұлдыз журналы 200 мың данамен шықты деген сияқты айтады ғой. Қазір енді олар бүйтіп ойлады да, газеттер. Біз ана әлеуметтік желіде жүрген адамдарды өзімізге тартамыз. Олар бізді оқысын. Мақсаты, негізі идеясы дұрыс болатын. Бірақ соңында күлкіге қалып, бұрынғы атақ абыройының бәрінен айырылып, енді өте күлкілі жағдайға түсіп жатыр да біздің газеттер. Анау рейтинг үшін бүкіл оңды солды жаңағы тексерілген тексермеген ақпараттың бәрін басып, бұл білмедім мен тіпті қалай шешуге болады. Мүмкін интернетті айырып тастау керек па Қазақстанда? Тоқтан суырып тастау керек дейсіз ғой интернетті. Сіз жалпы болашақ журналистерге, жалпы жастарға бір тренинг өтіп, қазақша жалпақ тілмен айтқанда бір ұстаздық етіп жүрсіз қазір. Жақында мысалы қоғамдық лекция өткіздіңіз, Сүлеймен Демирел атындағы университетте бір кездесу өткіздіңіз деген сияқты. Мысалы, жалпы болашақ мамандарға, ол журналисті болсын, басқа саланың ізденушілері болсын, алдымен нені үйретесіз? Алдымен мен көбіне жастарға шыққан кезде, жастар қазір нені білу керек деген тақырыпқа өте көп ұмтыламын. Өйткені біздің кезімізде мен енді ақпарат жүйеленбеген болатын, яғни біз керексіз дүниені көп оқыдық, керексіз дүниені көп көрдік. Қазір интернетті ашсаңыз, мысалы, кітап мәселесін қарасаңыз, әлем жастар оқуы тиіс 100 кітап деген тізім бар. Саясат, Нұрбек Сұнатын 10 кітап, қазақ жастар оқуы тиіс 250 кітап деген сияқты. Болды, басқа нәрсеге бас қатырмаңыз. IMDb деген сайт бар, мысалы, Internet Movie Database. Ол жерде әлемнің сіз көретін 250 киносы бар. Болды, басқа кино көрмей қойыңыз. 250 кино. Мысалы, 5 опера, жаңа 10 музыка деген сияқты білуіңіз керек. Вивальдидің 4 маусым деген сияқты. Бір тыңдап көріңіз, болды. Сіз болды, әлемнің осы сізге дейінгі бүкіл ата-бабалардың, итальян бәрін қалдырған мұрасымен таныссыз да, негізгі жауһарларымен. Қазір жастарда осындай мүмкіндік бар да, бірақ оның қадірін жете біле бермейді. Өйткені бір нәрсенің қадірін білу деген өзі екі дүниені айырмасын білу керек да. Мысалы, біздің кезде былай болмады, қазір бар деген сияқты. Олар бар заманда туды, олар туған кезде YouTube болды, Google болды, бәрі дайын тұр. Осылай бола береді деп ойлайды да. Сондықтан да мен оларға айтамын, бірақ оны түсіну үшін де олар бірдеңнің қадірін білетіндей, яғни бір 40-тан асу керек деген сияқты. Сондықтан да біріншіден олар не білу керек дегенге нұсқаймын, екіншіден әлгі сауаттылық мәселесі. Сендер былай істеңдер, сендер анаға сөздерін дұрыс жазыңдар, сендер тақырыпты былай қойыңдар, блог ашқан кезде мына қателіктерді қайталамаңдар, жаңағы сияқты 200-де болмаңдар, өз сөзіне жауап беріңдер дегенде үйретемін көбіне. Осы біздің бағдарламаны мүмкін көріп отырған болашақ журналистерге нені насихаттар едіңіз ең алдымен? Ең бірінші, журналисте ұстаным болу керек, көзқарас. Бұл жағынан әрине батыстық журналистиканың бүкіл заңы бұған қайшы, журналист объективті болу керек дейді. Бірақ қазір қарасаңыз, мысалы террорист өзінің үйінде жарылса, тыныш, ол нейтралды, ол сіз үшін объективті. Әлі бізде террористер қалай, көшеге шығып жарылады, ол сіз үшін объективті емес, ол сізді жарып жүрді. Немесе бір жынысты, енді жарайды, өзінің бөлмесінде болса, ол сіз үшін объективті. Бірақ олар қалай, ол көшеге шығып, гей прайд дейміз ғой, жаңағы мақтаныш, прайд, шеруін өткізеді, сіз көресіз, балаңыз көреді, ол сізге объективті емес. Яғни бізге батыс журналистикасы айтады, объективті бол дейді. Оларға назар аударма, оларға жаңағы террористке назар аударма, ана назар аударма, жалпы жаманатқа назар аударма, объективті бол. Жоқ, олай емес. Бізде ұстаным болу керек та, бізде көзқарас. Ұстаным көзқарас ненің үстіне құрылады? Ол білім үстіне құрылады да. Яғни ана терроризм негіздерін білу, жаңағы ағымдарды ажырата білу, оның арт жағында сектология, оның арт жағында конфликтология деген сияқты, соның бәрін игеру мысалы. Бір жыныс неке болса, ол адамзаттың табиғаты, физиология, діни этикалық нормалар, жаңағы Лоттың оқиғасын білу деген сияқты, Содом и Гоморраны білу деген сонша мына пласт білім ғой. Ондай білім болмаған кезде, оның үстіне құрылған ұстаным ол міндетті түрде қате шығады да. Белгілі бір салдарды жіктейтін білім болса, оның үстінде қалыптасқан бір негізгі ұстаным пікірлеріңіз болса, сіз журналистсіз. Осындай журналист болуға ұмтылу керек.
Қазір өзіңіз қандай кітап оқып жатырсыз? Және жастарға бірінші кезекте қандай кітапты оқуды насихаттар едіңіз? Жастарға ең бірінші Әбіш Кекілбаевтың Үркері, жаңағы енді әуезов абай жолы деген сияқты баяғы классикалық тізім бар ғой. Соны оқуды негізге алар едім, өйткені тіл жұтаңдап барады. Рас, менің де тілім керемет бай деп айта алмаймын. Осы кітаптарды оқыса, одан кейін мысалы жайлап жалпы осы әлем қалай жаратылған, біз не үшін келдік деген сияқты бір білімдерді алса болатын шығар. Одан кейін мына әлемдегі құрылыс қалай, мысалы мен қазір оқып біттім. Джордж Кемпнердің кітабы бар, «Свобода на продажу», яғни бостандық, сатылған бостандық, сатуға қойылған бостандық деген сияқты. Ол бүкіл әлемдік экономиканың жүйесін түсіндіріп береді. Банктер қалай жұмыс істейді, бізді қалай алдап жатыр, немесе мемлекеттер қалай құрылады, демократия деген не, біздің ұстанып жүрген, біз қандай бостандыққа ұмтыламыз деген сияқты түсініктерді ашып беретін керемет кітаптар көп. Джон Перкинсон жаңағы экономикалық килдерлері болсын, басқа осы секілді мыңдаған кітап бар. Неден қорқасыз сіз? Құдайдан қорқам, басқа фобия жоқ екен менде. Біреулер өрмекшеден қорқады, бір жыланнан қорқады, мен керісінше жақсы көремін. Шыны керек, ешқандай басқа фобиям жоқ екен. Неге қарап қуанасыз қазір? Жастар қарап қуанам. Сол жастар қарап кейде өкінем, ренжим, бірақ жастар қарап қуанам. Өйткені қазір мен кемеп түлектердің қауымдастығында, болашақ қауымдастығын өте көп бірге жұмыс істейміз. Сол кезде бізден 10 жас, 15 жас кіші. Бірақ бізден білімі сол 10-15 есе жоғары жастарды көрген кезде мен қуанам. Олардың мүмкіндіктері, тіл меңгеруі, азат ойлауы. Біздің өзімізде әлі бір комплекс бар. Мен өзімде. Солар қарап қуанам негізі, сол жастарға. Қандай арманыңыз бар? Енді материалдық арман тұрғысынан айтатын болсақ, бұл енді әлемді аралау деген сияқты кете береді ғой енді. Жалпы арман енді ол әрине жаннаттық болу деген. Басқа білмедім. Біз арман жас өтісімен шектеле береді екен. Көп нәрсені армандамайсың. Жақсы, рахмет Өркен мырза, осылай біздің студиямызға келгеніңізге уақыт бөліп алғыс айтамыз. Салихалы сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған белгілі журналист, публицист, блогер, ақпарат саласының үздігі Өркен Кенжебек мырза. Ал біздің сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын Республикалық Жас Қазақ ұлттық апталық газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.